Ассалаумағалейкум, Армағазақ каналымызға қош келдіңіз. 1,5 миллион теңге беріледі. Қазақстандықтар үшін жақсы жаңалық. Видеоролик тұрсында толығырақ мәліметке ие болуды қаласаңыз, видео төменіндегі бір ғана лайк және подписаться түймелерін баса кетуді ұмытпаң. Әрбір басқан лайкыңыз үшін Кабатолланың қабырғасын ұстау сізге нәсіп етсін. Ал онда біз бастадық. Оралдағы соғыс ардагерлеріне 1,5 миллион теңге беріледі. Оралда жеңіс күніне орай майдангерлерге 1,5 миллион теңге беріледі деп хабарлайды ел.кз ақпарат агенттігі. Қала әкімдігінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, облыс орталығында Ұлы Отан соғысына қатысқан 13 ардагер тұрады. Олардың әрқайсына 1,5 миллион теңгеден берілген. Сонымен қатар майдангерлерден бөлек 15 санат бойынша бір жолығы төлемақы беріледі. Олардың арасында тыл еңбеккерлері, екінші дүниежүзілік соғыс кезінде қызмет атқарған әскери қызметшілер, Ленинград қоршауда болған жұмыс істеген азаматтар, канцлерлердің кәмелетке толмаған тұтқындар, жаралануы салдарынан мүгедек болған әскери қызметшілер, Чернобыль, Ауғанстан, Таулы Қарабақ қақтығыстарының қатысушылары бар. Жалпы Орал қаласында жеңіс күніне орай байланысты 2808 адам 175 миллион теңге көлеміндегі ақшалай соманы ала алады деп хабарлайды ведомстводан. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз. Сау саламат болыңыз.